Алматыда Жириновскийге ескерткіш қойылама. Қойылса, ненің құрметіне? 2005 жылы Владимир Жириновский Қазақстанды ешқашан тарихта болмаған мемлекет деген еді. Марқұм түсінігіндегі тарихта болмаған мемлекетте неге оның мүсіні көзге шыққан сүйелдей тұруы керек? Владимир Жириновскийға ескерткіш қою қызу талқыланып жатыр әлеуметтік желіде. Біріншісі Ресейде, екіншісі Қазақстанның қаласы Алматыда қою керек деген ұсыныс әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Жириновскийға ескерткіш қойылуы керек пе Алматыда? Енді менің жеке пікірім, әрине Алматыда ондай ескерткіш болмау керек деп ойлаймын. Себебі енді Ресей мемлекет үшін ол кісі ұлы тұлға шығар, олардың өз құқықтары бар, ол біздің көршіміз, тағы басқа. Бірақ та менің ойымша біздің мемлекетте одан да ескерткішке лайықты біздің хандарымыз, батырларымыз, билеріміз, ақын жазушыларымыз бар. Соларды алдымен ескерткішке қойып, көшесін беріп, алаңын беріп алсақ, менің ойымша сол басты нәрсе деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша Владимир Жириновский ескерткіш қоюға лайықты емес Қазақстанға, дұрыс түсіндім? Иә,